Бүгін сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін 4 түрлі суши дайындаймыз. Дәмі өте керемет. Сатып алып жүргендерімізден кем емес. Рецепт ұнайды деген ойдамын. Ұнаса тіркеліп, лайк басып, қоңырау шоқын басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ең алдымен сушимызға арналған күрішімізді дайындап аламыз. Қызып тұрған майға осы күрішімізді салып, үстінен тұз, қант саламыз. Араластырып, үстінен су құямыз. Дәл осылай жасасаңыздар, күріштеріңіз әдемі шашылып, бір-біріне жабыспай жақсы болып шығады. Мінеки күріштеріміз дайын болды. Әдемі болып, бөлек-бөлек, бір-біріне жабыспай шашылып тұр күріштеріміз. Қиярымызды бөліп, ортасындағы дәнін алып тастаймыз. Қиярларыңыз өте жіңішке болып кетпесін. Сёмга балығын жұқалап кесіп дайындап қоямыз. Краб таяқшасын. Және де сушиға салатын күріштерімізді 120-130 граммнан 4-ке бөліп қоямыз. Сушиді орайтын циновкамызды айналдыра пищевой пленкамен орап аламыз. Норимыздың глянцевый жағын сыртқа қаратып, күрішті жақсылап бір келкі қылып жайып аламыз. Үстінен қияр, краб таяқшасын салып жақсылап ораймыз. Норимыздың қалған бөлігін сулап жіберіңіздер, сонда тез жабысады. Сушимызды кескен кезде теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Сол бөлінген 2 бөлікті тағы 2-ке бөлеміз. Сонда теңдей 8 штук шығады. Қызыл балығымызды, сёмгамызды саламыз. Жақсылап ораймыз. Мінеки дайын. Енді сыртына кляр дайындаймыз. Бір жұмыртқаны араластырамыз. Үстінен аз ғана су құямыз.
сол мөлшерде ұн саламыз да араластырамыз. Қою болып шығу керек. Панировочный сухариға аунатып, қызып тұрған табада қуырып аламыз. Келесі өте дәмді Филадельфия сушиін дайындаймыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен пищевая пленкамыздың үстін жақсылап сулаймыз. Төртінші сушиімізді дайындаймыз. Пищевой пленкамызды жақсылап сулап, күрішті бір тегіс қып жаямыз. Ішіне краб таяқшасының орнына семганы салсаңыздар болады, дәмі ерекше, күшті болады. Сушиіміздің сыртына кунжутты қуырып аламыз. Қуырғанда дәмі өте жақсы болады. Осылай аунатамыз. Мінекей дайын. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде KFC-дің рецептін салатын боламын.